Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жедел штабтың атқарып жатқан жұмыстары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Өңірде Қазгидромет мекемесінің мәліметтеріне сәйкес әлі де су деңгейі көтерілуі байқалуда. Өңірде өткен тәулікте Жайық өзенінде Атырау қаласындағы гидропосттар 21 сантиметрге көтерілген белгілі болып жатыр. Сонымен қатар жалпы Жайықтың үстіндегі гидропосттардың өздері де су деңгейінің өсіп келе жатқандығын көрсетеді. Соған байланысты өңірде Жайық жағаларын бекіту жұмыстары қарқынды жүзеге асуда. Қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей Атырау қаласын қорғауға бағытталған жұмыстар бойынша қала аймағындағы Жайықтың жағалары 105 километр нүктелеріне бөлініп, тиісті мекемелер мен кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелерге бөлініп, жаға бекіту жұмыстары бір аптаға жуық уақытта қарқынды жүзеге асуда. Сонымен қатар Атырау қаласы маңында қорғау бекеттерін салу жоспарда сақталған болатын. Егерде Жайықтың жалпы екі жақ жағасын қосқандағы ұзындығы 105 шақырымды құрайтын болса, қорғау бекеттерінің жалпы ұзындығы 77 километрді құрап отыр. Жалпы жасалатын жұмыстардың ауқымы 182 километрді құрайды. Бұл жұмыстардың қазіргі таңда біздің жинақтаған мәліметтеріміз бойынша 52% аяқталып отыр. Осы жартысынан көп жұмыстарды алдағы күндерде біздер аяқтауға тиістіміз. Сонымен қатар қазіргі күні бүгінгі ақпарат бойынша жалпы осы өңір облыс бойынша 1000-нан астам техника жұмылдырылды. Бұл негізінен осы құрылыс нысандарына мемлекеттің тапсырысы бойынша салынып жатқан әлеуметтік нысандарда жұмылдырылған құрылыс нысандардағы техниканың бәрі де жұмылдырылған болатын. Облыс бойынша мемлекеттік құрылыс объектілерінің бәрі тоқтатылып бұл мақсаттар үшін. Сонымен қатар көптеген кәсіпорындар алдымен өңірдегі ірі мұнай компаниялардың техникалары және де орта және шағын кәсіпорындардың техникалары да максималды түрде жұмылдырылды. Қазіргі таңда қарқынды жұмыстар бұл Атырау қаласында, 1000 техниканың 600-ден астамы бұл Атырау қаласында. Содан кейін Махамбет ауданында 200-ге тарта техникамыз жұмыс жасап жатыр және де Индер ауданында. Өздеріңіз білесіздер, сонымен қатар жедел штабтың ұйымдастыруымен үнемі бақылау жұмыстары да үйлестірілуде. Жаға бекіту жұмыстарында тиісті координаторлар, инспекциялық топтар, сонымен қатар техникалық қадағалаумен айналысатын мамандарды да біздер бұл жұмыстарға тартқан болатынбыз. Басты мақсат жағалар біріншіден жасақталу керек, екіншіден ол ұзындықтары және белгіленген картадағы сызбалары сақталу керек, және де үшіншіден бұлар сапалы салыну керек. Өйткені неғұрлым сапалы қорғау бекеттерін саламыз, соғұрлым суға шалдығайды деген тәуекелі бар аймақтарды сақтап қалатындай мүмкіндіктеріміз болады. Онда сұрақтарға көшейік. Қазір мен оны сізге айтайын. Жалпы біздер қалаға келе жатқан суды өзінің табиғи арналарын қазып тазарту жұмыстарын жоспарын жасаған болатынбыз. Ол жоспарға сәйкес қазіргі таңда біздер Индер ауданында 3 нүктені анықтаған болатынбыз. Бұл Ақсай деп аталатын канал, Зеленый ауылы тұсында, Индер аудандағы, Құрайлы Жарсуат ауылының тұсындағы табиғи канал және де Аққала ауылы тұсындағы табиғи каналды тазартып, бекеттерін күшейтіп, оларды далалыққа шығарып жіберу жұмыстары жүргізілуде. Бұған қазір техниканың, алғашқы техниканы жұмылдырдық. Қосымша техникалар қазір бізде басқа өңірлерден көмектер келе жатыр. Негізінен Қызылорда, Маңғыстау және де бірқатар оңтүстік өңірлерден қосымша техникалардың бәрі осы сенбі, жексенбі күндері қалаға жеткізіліп, осы аудандарға жұмылдырылатын болады. Махамбет ауданына қатысты қазіргі таңда бізде 8-ге тарта нүкте анықтадық. Негізінен ол ең үлкен каналдардың бірі Жайықтың іргесінде жатқан бұл Нарын каналы. Нарын каналында біздер 3 километрге жуық қазба жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ол жерде қазір 4 техниканың бірлігі жұмыс жасап жатыр. Қосымша келген күштермен ол жерде техниканың санын арттыратын боламыз. Екінші канал бұл Бақсай каналы. Бақсай каналды жақсы білесіздер, бұл Махамбет ауданынан бастау алатын канал. Бұл каналды да біздер қазіргі таңда қазу және тазарту жұмыстарын бастадық. Әлде қосымша күштермен бұл жұмыстардың қарқынын арттыратын боламыз.
Есбол Қазыбай деп аталатын каналымыз бар. Бұл каналды да қазіргі таңда біздер күшейтетін боламыз, тазартып. Алға егіз деген канал бар. 7-ші ауыл Айсары деген канал бар. Ол жерде де 2 шақырымға тарта жұмыс жасалатын болады. Сонымен қатар Сборный деген каналды атап өткім келеді. Каналдардан бөлек біздер тағы бір ал елді мекендердің тұстарынан 2 нүктені анықтап отырмыз. Ол жаңа Ақтоғай ауылының шамасында және де тоже сол маңайда, сол ауылдың маңайындағы 2 нүкте арқылы біздер табиғи сайлар, яғни жердің геодезиялық өлшемдерін алып, біздер төмен деген нүктелердегі пайдаланып, жайықтан төгілетін суды сол сайлар арқылы далалыққа жіберу жоспарымыз бар. Жаңа атап өткен барлық 8 нүктені естерге атап өттім. Осы 8 нүктелерде барлық арнадан шығарту, қарызба жұмыстарын біздер ұйымдастырудамыз. Дегенмен де қазір енді барлығы жұмылып жатыр ғой, жауаптылар да, тұрғындар, еріктілер барлығы жұмысқа жұмылып жатыр, жұмыстарын тастап. Сонда да тұрғындар қазір үрейлі отыр. Қалаға су кірген жағдайда қай ықшам аудандардың нақты су басу мүмкін? Соны айтыңызшы, түсіндіріп. Енді ең алдымен біздер бұны болдырмауға жұмыстанудамыз. Дегенмен де тәуекелді нүктелерді десеңіздер, бұл өздеріңіз білесіздер, бізде Жайық өзені солтүстіктен оңтүстікке қарай ағады. Сондықтан да қаланың солтүстік елді мекендерінің біздер тәуекелді деп санаймыз. Атап айтқанда бұл Бесікті елді мекені, Алмалы елді мекені, Береке елді мекендері. Сол себептен де бұл жерде бір емес, 2 жаңағы защитный линиялар, қорғау бекеттерінің 2 тізім линиясы жасақталып жатыр. Ең қауіптілер солтүстігімізде орналасқан елді мекендерді атаймыз. Тағы да бір сұрақ, қалаға енді болмасын әрине, бірақ қалаға су кірген жағдайда эвакуациялық пункттердің өзін су басу мүмкін, сондай жағдайда әкімдіктің алдын ала жоспары бар ма? Әрине, егерде ең критический сценарий болып су кірді деген жағдайдың өзінде де біздер эвакуациялық пункттердің бәрін әлде де күнделікті көбейтіп жатырмыз санын. Қазіргі таңда 20 мыңға жуық біздер тізімін жасақтап қойғанбыз. Бұл жерде тиісті қажетті төсек орындар мен тамақтар мен бірнеше айлық резервін қалыптастырып жатырмыз қазіргі таңда. Эвакуациялық пункттер негізі көп қабатты ғимараттарда орналастырады, сондықтан да бұл жерде ешқандай да қауіп жоқ. Сонымен қатар қазір олардың автономды су, электр желілерінде де ұйымдастырудамыз. Қайырлы күн. Ең бірінші банаға эвакуациялық пункттер туралы айтсақ, ол жалпы критический жағдай болған жағдайда қанша адамды эвакуациялауға дайынсыздар? Енді бұл жерде көп адамдар есептейтін сияқты, су дейтін бір үлкен волна болып келеді деп басып кететін. Олай емес, енді көріп жатсыздар, елді мекендерді басқанда бұл жайлап біртіндеп келеді. Әрбір біздер енді дамбыларымыздың желісі қалыптасты, бәрін халықтың бәрі көріп жатыр, қай жерде қандай дамбы салып жатқанымызды. Әдетте біздің өзіміздің облыстың ішінде болған тәжірибенің өзінде де Қызылқоға ауданы, кеше болған Құлсарыда жағдайлардың бәрі су сол дамбылардың бойларынан әлсіз нүктелерді іздеп сол жерден жайлап аға бастайды. Сол себепте бізде жаңа айттым, қаланың өзінде 600 техника бар. 600 техниканың бәрін дамбылар салынып бітіргеннен кейін біздер авариялық нүктелер деп бекітеміз де, олар күту режиміне көшеді. Яғни қай жерден бастап су ағады, сол жерлердің бәрін біздер бітеп тастауға тырысамыз. Сонымен қатар қаланың өзінің инфраструктуралықта қорғау бекеттері десек те болады. Мысалға темір жол линияларының өздері де қалада ішіндегі, егерде картада мұқият қарасаңыздар, олардың өздері де қорғау бір линиясы болып табылады. Сонымен қатар автомобиль жолдарының өздері де біраз көлемде суды алып қалады. Сондықтан да жаппай одномоментно су басу болмайды. Бұл біртіндеп келеді, бірақ бізде қазіргі таңда қаладағы жұмылдырылған техника мен басқа да инертті материалдардың көлемі арқылы әрбір кірген нүктелерді бітеп, суды дальше одан әрі жүруіне жол бермеу бағытында жұмыстанатын боламыз. Енді сіздер, получается, сіздің сөзіңіз бойынша қаланың орталығына ешқандай қауіп жоқ, я? Енді бұл жерде мынандай біздер жұмысымызды сол бағытта ұйымдастырып жатырмыз, тағы да қайталап өткім келеді. Исторически 93-тегі су келу бойынша да қаланың ішіне су кіргізбеген. Осы дамбыларды құру арқылы. Қазіргі таңда біздер құрып жатқан дамбыларымыз сол кездегі дамбылардан әлдеқайда күшейтілген түрде жасақтауды ұйымдастырудамыз. Сол себептен де біздер қаланың орталығына суды кіргізбеу біздің басты мақсат. Ол үшін бүкіл компанияда, мемлекеттінде ресурстарды да, адами ресурстарды да менің ойымша күшейтуіміз керек. Қазірдің өзінде көп нәрсе жұмылдырылды деп есептейміз. Түсінікті, рахмет. Енді бөгет туралы айтсаңыз, бізде қазір қала аумағында өзіңіз айтқан жаңағы 108
бөлікке бөліп 105. бөлікке бөліп пункттерге жаңағы бөгеттер тұрғызып жатырсыздар. Дегенмен қай аумақтарда әлі де жұмыс қарқынды жүрмей тұр, әлі басталмай тұр және оған не себеп болып отыр? Басталмай тұрған нүкте жоқ бізде. Барлық нүктелердің өзінде де, секторлардың өзінде де жұмыстар жүріп жатыр. Біздер күнделікті штабта қазіргі таңда кестемен аяқталу пайызын шығардық. Қазіргі таңда 100% аяқталған нүктелер де бар. Сонымен қатар төмен пайыздық көрсеткіш көрсетіп тұрған нүктелер де бар. Оның бәрін біздер күнделікті режимде кешкі сағат 9-да өтетін жиналыста талқылаймыз, және де сол нүктелердің пайыздық көрсеткіштерін, біту пайыздық көрсеткіштерін арттыру бойынша тиісті адам, техниканы сол әлсіз нүктелерге жұмсап жатырмыз. Қазіргі таңда әлі де бір қорытынды шығаруға ерте. Бізде бірнеше күн жұмыс жасайтын неміз бар, оған мүмкіндіктеріміз бен ресурстарымыз да бар. Сондықтан да белгіленген мерзімге біздер дайын боламыз деген сенімдеміз. Бүгінгі таңда қанша пайызы аяқталып тұр сонда? 52% деп айттым мен бұны. Енді мына Құлсары қаласында, Жылыой ауданында және мүмкін Қызылқоға ауданында да су тасқынынан зардап шеккен отбасыларға шығындарды өтеу, есептеу жұмыстары жүріп жатыр деген болатын. Ол жұмыстар аяқталды ма? Мысалы, қанша мал басы қырылды және қанша адамның мүлкі, қанша кәсіпкердің мүлкі бүлінді деген сияқты? Бұл жерде ондай жұмыстар әлі аяқталған жоқ. Бұл жерде мысалға Құлсары қаласында әлі түбегейлі бұл жұмыстарды басталды деп те айта алмаймыз. Өйткені ең алдымен біздер тізімді қалыптастырамыз, содан кейін бағалау комиссиялары қалыптасатын болады. Және де содан кейін барып есеп-қисаптары шығып, тиісті қаржыландыру тетіктері анықталғаннан соң бұл жұмыстар басталатын болады. Ал негізінен бұл мәселе үкіметтің назарында, республикалық штабтың күнделікті режимде осы нұсқамаларды біздер алып отырмыз. Сол нұсқамаларға сәйкес жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет. Бізде осы Атырау облысында қанша кәсіпорын өзінің қызметкерлерінің жалақысын сақтай отырып, осы бөгет салу жұмыстарына жұмылдырылған, сол туралы ақпарат бар ма штабта? Әзірге жоқ. Бұл ақпаратты бірақ біздер жинақтап жатырмыз. Жинақталған соң бөлісетін боламыз. Түсінікті, рахмет. Және соңғы сұрағым, қазіргі таңда әлеуметтік желіде көптеген жалған ақпараттар тарап жатыр, иә? Осы штабта осы ақпараттарды бақылап отыратын, оны таратқан адамды анықтайтын сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Әрине, бұл біздің басым бағыттардың бірі. Штабтың аясында информациямен айналысатын ақпараттық өзіміздің бөлек блогымыз бар. Сол блог шыққан бүкіл жалған ақпараттарды анықтап, бұларды растау немесе растамау жөнінде біздер шешімдер қабылдап, ақпарат таратып жатырмыз. Әзірге жауапқа тартылғандар жоқ, бірақ ескерту алғандар бар. Көп жағдайларда жалған ақпарат таратқан азаматтарды анықтау қиынға түседі, өйткені негізгі жалған ақпараттың таралу көздері бұл мессенджерлер болып келеді. Өздеріңіз білесіздер, мессенджерлер арқылы алғашқы ақпарат салған азаматтарды анықтау өте қиын. Төтенше жағдай орын ала қалған кезде Атырауда азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы болмай ма? Сондай-ақ кәсіпкерлермен жұмыс жүргізіп жатыр ма, мысалы? Азық-түлік бағасын көтермеу бағытында қандай жұмыс? Енді негізгі бізде өңірде стабилизационный фонд дейді. Тұрақтандыру қоры бар. Тұрақтандыру қорының қазір мөлшері біздер қосымша анықтамасын күтіп отырмыз, бірақ бізде тұрақтандыру қорында бірнеше айлық негізгі кешірім сұраймын, қалай айтылатын еді бізде әлеуметі маңызы бар тауарлардың қоры жасақталады тұрақтандыру қорында. Сол тұрақтандыру қорында бірнеше айлық бізде қазіргі таңда мөлшері сақталған. Ол мөлшерімен біздер негізі 3 айлық мерзімді сақтаймыз, бірақ мен сізге каждый наименование, әрбір азық-түліктің атауы бойынша бөлек ақпаратты біздің ақпарат құралдары арқылы тарататын боламыз. Тағы бір сұрағым қойып жүрейінші. Өткенде біз интервью алған кезде бір ерікті азамат айтып жатыр, біз деген бөгетті қалай болса солай тұрғызып жатырмыз, өзіміздің барымызша білгенімше деп, бірақ ол қаншалықты сапалы болады, қаншалықты көмегін тигізеді, біз білмейміз дейді. Атырауда сондай жұмыстарға қарап жүретін, мысалы канал қазу жұмыстарға қарап жүретін гидротехник мамандар бар ма, соны бақылап жүрген? Енді гидротехник мамандар президенттің өзі айтты ғой, бұл Атырау түгіл елімізде жетіспейтін мамандық болып шықты. Сондықтан да біздер бұл алдымен бөгет салу деген құрылыстың бір түрі болып табылады. Бұл земляной работа, жер жұмыстары дейді ғой, құрылыстың бір бөлімі. Біздер бұны шешімді қалай шештік? Бізде облыста құрылыс мердігер компаниялары бар. Мердігер компаниялардың жұмысын тексеретін мемлекеттің тапсырысы бойынша техникалық қадағалау қызметі деген болады. Біздер олармен, мысалға, мектеп салынып жатса, мектептің құрылысын тексеретін технадзор деп атаймыз жалпақ тілмен. Сол технадзорлардың бәрімен, келісім шартқа отырған технадзорлардың бәрін осы штабтың жұмысына жұмылдырдық. Қазіргі таңда 30 компания анықталды, технический надзормен айналысатын. Олардың бәрін осы жұмыстардың 182 километрді бөліп бердік. Яғни сол технадзорлардың бәрі координаторларымен біздегі нүктелердегі байланыста
салынып жатырған жұмыстардың бәрін бақылауға біздер жұмылдырған болатынбыз. Әрине қазірдің да Атырауда еріктілер өздері көп жұмыстарды атқарып жатыр. Сіз айтып отқан видеоны мен қарадым. Кейін ол азаматтарға да хабарласып, жаңа мамандарды жіберген болатынбыз тексеруге. Бұл жерде енді жаңа айттық қой, қарқын әртүрлі. Кейбір жерлер жұмысты толықтай аяқтады, кейбір жерлерде жұмыс әлде орташа деңгейде. Сол себепте де біздер технический надзор белгілі бір сатысы аяқталғаннан соң барып тексеріп қарап отырады. Мысалға, жердің основания, дамбының основаниясы салынғаннан кейін барып, қаншалықты плотность грунта дейді. Құмның қысымдылығын өлшейтін біздер НАЦЭК деген компания бар ғой, Национальный центр экспертизы деп. Соның мамандарын тартырдық, арнайы құрылғылармен барып, дамбының қысымдылығын да анықтайтын ұлттық сапа орталығын біздер осы алдыңғы күннен бастап осы штабтың жұмысына жұмылдырған болатынбыз. Қосымша айтайын, мен адам санын білмеймін. Жасулан Нуракович, правда, что Атырау массово покидают жители? Вот распространяется такое видео. Да, вот сегодня в социальных сетях эта информация вышла. Мы сразу же вышли на связь со своими коллегами из железнодорожного вокзала. Да, там было действительно небольшое скопление, относительно небольшое скопление людей, которое было связано с тем, что одномоментно там был выезд из города 4 поездов. В целом, да, мы, наверное, это не будем отрицать, что намечается тенденция, что люди перебрасываются, скажем так, в другие города, но вот тот же самый директор вокзала, с которым я сегодня разговаривал, я думаю, средства массовой информации могут также с ней переговорить, что очень много моментов, когда люди ранее покупали билеты, вот последние 2 дня люди их сдают, эти билеты. Поэтому говорить, что настроение все однородно в городе, этого нельзя. Очень много людей по-разному к этому относятся. Кто-то действительно хочет перестраховаться, кто-то все-таки верит, что общими силами мы можем справиться. Фархат Абилов, Орда КИЗ, передал вопрос, как ведутся работы по ликвидации ЧС в Кульсары? Есть ли какой-то определенный план работы? Кульсары приоритетным является все-таки осушение города. Как мы знаем, сейчас в Кульсары до сих пор достаточно высокий уровень воды сохраняется в отдельных микрорайонах города, поэтому вы знаете, что проводится чуть ниже города, в районе Каспийского моря, взрывные работы для того, чтобы отвести максимальный объем воды из города Кульсары в Каспийское море. Поэтому приоритетом номер 1 это осушение города. Далее уже начнутся работы по восстановлению, ремонту и строительству новых домов. Тағы бір сұрақ қойып жүрейінші. Атырауда мысалы қит етсе, қар мен жаңбыр жауса, тұрғындар сусыз, жарықсыз қалады. Төтенше жағдай орын ала қалса, проблема болмайды деп толық ауыстырып тұрып айта аласыз ба? Дайындық қалай соған алдын ала? Әрине, бұндай тәуекелдер бар. Атыраудың жалпы желілердің ескеруі, соның ішінде электр желілерінің ескеру мәселесі, барлық Қазақстанның қалаларында бұндай мәселелер бар екен білеміз. Атырауда да өкінішке орай бұл мәселелермен жылма-жыл кездесіп отыр. Бірақ дегенмен де жедел штабтың жұмысының аясында біздер негізгі стратегиялық объекттердің, соның ішінде коммуналдық нысандардың басшыларының бәрімен арнайы жиналыс ұйымдастырып тапсырмалар берген болатынбыз. Ең тәуекел деген жаңа желілердің тізімдерін анықтап, оларды күшейту, оларға қосымша күштер мен ресурстарды жұмылдыру бойынша да тапсырмаларын алып, бұл компаниялар бұл бағытта жұмыс жасап жатыр. Бұл негізінен өздеріңіз білесіздер, Атырау жарық кәсіпорны, Атырау су арнасы кәсіпорны сияқты коммуналдық қызметтер. Касательно объемов воды, вот это, наверное, больше всех интересует наших горожан. Объемы, даты? Да, объемы, даты. Но здесь, видите, этот вопрос, спектр мнений очень широкий. От самых таких катастрофических до самых таких, скажем так, позитивных. Люди разные пишут, разного рода эксперты разного пишут. Мы, как государственные органы, мы, как оперативный штаб, ссылаемся только на один источник информации, и по прогнозам которого мы осуществляем свою деятельность. Это официальное предприятие «Казгидромет». Они на данный момент прогнозируют, в ежедневных официальных сводках в Акимат области направляют. Это уровень воды в городе Атырау в районе 6 метров. Соответственно, все наши работы реализуются на этот объем воды и с определенным запасом. То есть мы ожидаем такой, по официальным данным, порядка 600 сантиметров воды, и наши все работы по всему периметру реки Жайық и по дамбам, они делаются с запасом для того, чтобы спокойно справиться с этим объемом воды.
Поэтому касательно дат тоже, к сожалению, Казгидромет нам более-менее четкой даты не дают, но они дают коридор дат, о котором я уже неоднократно говорил выше, это в районе 20-25 апреля. Жаслан Уракович, вот нынешняя главная задача полностью очистить и углубить канал Соколок. Вот будут ли эти работы полностью завершены до наступления паводка? Все наши планы сформированы таким образом, чтобы они были завершены к указанным датам. И вот тут говорили про специальности гидротехников, слышали, что в нашем университете закрыта кафедра, где как раз обучали на гидротехников, гидрогеологов. Ну, вы теперь в новом свете этой проблемы не рассматриваете ли гранты на обучение выделять, если это ваша компетенция? Мы, честно говоря, я думаю, у нас будет большой разбор полетов по завершению данного паводкового периода, и не только и у нас, и в стране в целом. Но на данный момент наша первоочередная задача – это спасти город Атырау и прилегающие районы области вдоль побережья реки Жайык. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.